Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Мадина. Біз бүгін үй жағдайында өте оңай әрі дәмді болып шығатын компот дайындаймыз. Ол үшін бізге алдымен балғын алма қажет және шие қажет болады. Алманы видеодағыдай турап дайындап аламыз. Ортасындағы ұрығын алып тастаймыз. Әйтпесе тез ашып кетуі мүмкін. Ал енді видеодағыдай банкаларымызды жуып, оны стерилизовать етіп дайындап аламыз. Енді жуылып дайындалған шиемізді осылай көз мөлшерімен саламыз. Мен әр банкаға 2 уыстан салдым. Менде банкам 2 литрлік банка. Сіздерде енді қалауларыңызға қарай салсаңыздар болады. Мен көз мөлшерімен салдым. Енді алмадан осылай бір уыстан салып шығамыз. Мінекей салып дайындап қойдық. Үлкен кастрөлге суымызды қайнатып, енді дайын болған алма мен шиенің үстіне осылай құйып шығамыз. Қайнатылған крышканы бетіне жауып, 15 минут көлемінде тұндырып қойып қоямыз. Он 15 минуттан соң арнайы осындай крышканы кигізу арқылы суымызды кастрөлімізге қайта құйып аламыз. Осындай крышкамен жасаған жөн, себебі ішіндегі шие алмаларымыз сол кезде суымызға түсіп кетпейді. Кастрөлімізді қайта отқа қоямыз қайнауға. Енді 2 литрлік банкаға мен 200 грамм көлемінде қант салдым. Қалауларыңызға қарай, егер сіздер тәттіні қаласаңыздар, одан да кішкене көбірек салуға болады. Ал 3 литрлік банка болса 300 грамм салсаңыздар болады. Менде 2 литрлік банка болғандықтан мен 200 грамм қант салдым. Жылда осылай жасаймын, өте дәмді болып шығады. Неке біздің қайта қойған суымыз қайнады. Енді дайын болған суымызды банкаларымызға құйып, крышкаларын закрывашкамен жабамыз. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Менде бұдан да басқа әртүрлі видеолар бар. Барлығы үй жағдайында оңай әрі тез дайындалатын тағамдар мен сусындар. Сондықтан сіздер де үй жағдайында жақындарыңызға, балаларыңызға жасап, дайындап беріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Мінекей жабылып дайын болған банкамызды осылай ары-бері қозғауды ұмытпаңыздар. Ішіндегі қанты еріп, бір-біріне сіңіп, өте дәмді болады.
бұл жерде ыстық, қолдарыңызды байқаңыздар, күйдіріп алмаңыздар. Мінекей осылай төңкеріп, үстін пледпен жабуды ұмытпаңыздар. Видеоға түспей қапты пледпен жапқаным. Сіздер де осылай үй жағдайында жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.